Қаракөл өзенінің жағалауына бармауына тырысқан жақсы көремін мен. Неге десеңіз, бұл ауру аққулардың бұл вирустары өзінің каловый массамен бәрі шығады, клоакан арқылы. Ол деген суда болады, сосын жағалауларында болады. Сіз барып көмегіміз береміз деп, жемін апарып береміз деп нетесіз, бірақ ол сіздің өзіңіздің аяқ киіміңізге жабысып вирусты. Ол үйіңізге алып келесіз. Және де үйдің ауласында торғайлар, өзінің синантропный құстар дейміз ғой, солардан перезаражаться етіп, ары қарай үйдің құстарына заражение кетуі мүмкін. Осыдан қауіп деп сіздерге ескертіп айтқым келеді. Күнбе-күн біздер мониторинг жүргізіп отырмыз. Бүгінгі таңда біздер профилактикалық жұмыстар, егу жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Республикалық эпизоотияға қарсы мамандармен 17 адам жұмылдырып, осы жұмысқа 3578 құс егілді. Былтыр 6000 құс егілді. Бұл профилактикалар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Күнделікті мониторинг жүргізіліп жатыр. Аман саумыз, үй құстарының арасында өлім жітім болған жоқ. Эпизоотиялық жағдай тұрақты.